ақырғысы жауығы борағанмын, от қозыңды тағдырай орап алды. Туды міне мұраңа оралар күн. Ел басына күн туған шақта әр сарбаз қолына қару алып майданға аттанды. Оның арасында қазақтың небір талантты, қарымды қаламгерлері де болды. Қасарысқан қасшауға қаймықпай қарсы шапқан есіл ерлердің бірі әдебиет әлемінде қайталанбас қолтаңба қалдырған ақын Абдолла Жұмағалиев еді. Майдан басталып, өзінің қалауыменен бір күнде бір жетінің ішінде біздің жазушылар одағынан 25 адам майданға аттанатын болды. Бастығы Қабыл Кузнецов, Әбу Сәрсенбаев, Қалмақан Әбдіқадыров, осындай сақа жазушыларымыз. Соның ішінде Абдолла да кетті. Абдолла Жұмағалиев есімі кеңес кезеңіндегі әдеби ортаға ерте танылды. Өлеңдері еліміздегі бір қатар белді басылымдарға жарияланып, әдеби альманақтарда жарық көрді. 1939-1941 жылдар аралығында ол Қазақ мемлекеттік көркем әдебиет баспасында редактор болды. Соғыс басталғаннан ақ ақын қаламын қаруға айырбастап, майдан даласының алғы шебіне жөнелтілді. Алайда 4 айдан кейін Абдолла шайқас кезінде көзсіз ерлікпен қаза тапты. Мынау кітап жақында ғана жарық көріп отыр, Абдолла Жұмағалиевтің кітабы. Абдолла Жұмағалиев, мен, Тайыр, Ғали төртеуміз бір бөлмеде отырушы едік. Сол Абдолла майданда асқан ерлікпенен, Абдолланың ерлігін Правдада жазды. Москва жазушыларының көбі жазды. Сол Абдолла туралы мен де өзім естелік жазып, 50 жылдығында Оралдың газетінде бастыртып едім. Сол естелігім осы мына кітапқа да кірді. Бұл енді отан үшін жанын қиып арманда кеткен боздақтарымыздың деген бір ұмытылмас ескерткіш. Қайсар ақын өмірден ерте өтсе де, әдеби мұралары өміршең. Оның ерлігі жайлы жүздеген еңбектер бар. Әсіресе шоқтығы биік шығармалардың бірі ретінде Қасым Аманжоловтың ақын өлімі туралы аңыз поэмасын ерекше айтқан жөн. Ақынның әдеби мұралары ретінде балладалары, дастандары, поэмалар қалды. Өмірден өткен соң таңдамалы өлеңдері мен бір қатар жыр жинақтары шығып, халыққа кеңінен тарады. Анам жырмен тербетіп бесігімді, жырмен жазам тарихта есімімді. Жылдар жылжып өтсе де талай ұрпақ өз жырымен қағар кеп есігімді. Бұл ақынның соңғы жазған өлеңдерінің бірі. Ер есімі қашанда ел есінде. Ақырғысы жауығы борағанмын, от қозыңды тағдырай орап алды. Туды міне мұраңа оралар күн, жосалыдан жалынды шыққан ақын. Сыршыл ұлан жырыңды оқыр әлі, өлең сәби басында отырады. Абдолласын аңсаған туған жерде, бүлк-бүлк етіп жатырмай топырағы. Абдолласын аңсаған туған жерде, бүлк-бүлк етіп жатырмай топырағы.
Кетті оралмай қоңырдың қасқалдағай, орамалға жар берген жас толмады. Ақынсың сен 26 ай жаста ғана, басым дием 40-тан ассаңдар. Ақын сүйсе жасырмай қоша дерек, арман басқа мендегі құса бөлек. Көзілемін сен туған топыраққа, бір қасқалдақтағыдай ұшама деп. Көз тігемін сен туған топыраққа, бір қасқалдақтағыдай ұшама деп. Ақырғы сәт жауығып орағанмын, от қозыңды тағдырай орап алдым. Туды міне мұраңай оралар күн, жосалыдан жалында шыққан ақын. Туды міне мұраңай оралар күн, жосалыдан жалында шыққан ақын. Қасым Аманжоловтың әдеби кейіпкері жерлесіміз Абдолла Жұмағалиев Мәскеу түбінде қаза ерлікпен таза тапқан қаһарман. Ақын Абдолланың командирі Григорьев, журналист Иван Нарциссов, ақын Павел Кузнецов, Әбу Сәрсенбаев, жазушы Дмитрий Снегин, Бауыржан Момышұлы, Мәлік Ғабдуллин, Жұбан Молдағалиев, Қалижан Бекқожин сынды аталарымыздың жазуына, ойландыруына қарағанда, қоршауда қалған Абдолла өліспей беріспейді. Ғұлама ойшыл Қадыр Мырза Әли айтқандай, ақын Абдолла Жұмағалиев отан үшін майданда от болып жанып кетті. Оның алауы әлі сөнген жоқ. Сөнбек емес, ол мәңгілік алау. Сондықтан ұлы жеңістің 75 жылдығы қарсаңында таза ерлікпен қаза тапқан қаһарман ақын атамызға айналған Абдолла Жұмағалиевке халық қаһарманы атағын беруге лайық деп есептейміз. Осы ұсыныс бойынша барша қазақстандықтарды өз пікірін білдіруге шақырамыз. Главный герой поэмы казахского поэта Касыма Манжолова, наш земляк Абдулла Жұмағалиев, совершил подвиг под Москвой. Командир роты Григорьев, журналист Иван Нарциссов, поэты Павел Кузнецов, Абу Сарсенбаев, писатели Дмитрий Снегин, Бауыржан Момышұлы, Мәлік Ғабдуллин, Жұбан Молдағалиев, Қалижан Бекқожин и другие оставили воспоминания о его героическом подвиге. Как сказал великий мыслитель Кадыр Мырза Али, поэт Абдулла Жұмағалиев сгорел в бою, защищая Родину. Его подвиг бессмертен. Именно поэтому накануне 75-летия Великой Победы мы призываем поддержать предложение о присвоении звания халық қаһарманы поэту, легендарному герою войны Абдулле Жұмағалиеву. Приглашаем неравнодушных казахстанцев выразить свое мнение.